Гүлдер сыры бірінші бөлім. Кино басында, яғни сериал басында Серкат есімді бай, ауқатты жігіт өзінің танымал болмысымен және қасындағы ерген жұбайымен барлық журналистердің алдында тұрады. Ол сұхбатында өзінің әйелін қатты жақсы көретін, тіпті әйеліне еш уақытта измена жасамағанды айтып қалады. Әйелі де мен саған алғаш рет көргенде ғашықпын деген секілді сөзді құлақтан періп жатыр. Алайда бұл әйелдің өте үлкен құпиясы бар. Яғни бұл әйелі өзін жақсы көрген күйеуінің көзіне шөп салған. Бұл отбасының 2 қызы бар және де одан бөлек 3-ші қызы бар екен. Алайда ол қазір осы 1-ші бөлім соңында айтылады. Әзірге бақытты отбасы рөлін көрсетіп жатыр. Анасы кешегі сендердің сұхбаттарың өте әсерлі, керемет шықты дейді. Алайда мына жақта Серкаттың әйеліне қоңырау шалып жатыр. Ақшаны қашан жібересің? Тезірек жібер. Әйтпесе мен барлық құпияны айтып қоямын дейді. Жалған күлкісімен отбасының алдында өзін керемет көрсетеді Серкаттың әйелі. Мұнда 2 қызы шабандоз екен. Осы жерде қызын бақылап тұрған кезде мен әйеліңіздің құрбысымын деген Седап деген әйел келіп, әйел туралы шындықты айта бастайды. Бұған Серкат кет, мұндай болмайды дейді. Десе де мына жақта телефонмен мен сенің сырыңды күйеуіңе айтып қойдым. Енді ақша керек емес. Ақша өзіңе керек болады. 1 миллион теңгені өзіңе алып қой дейді. Асығып ақшаны жинастырып, тіпті көмекшісіне ол ақшаны алдыртқан екен. Енді қайттым деген әйелі не істерін білмей тұрады. Осы кезде Серкатқа жақындаған бұл әйел Серкатты өзіне күйеу етпекші негізінде. Осылайша мен сіздің әйеліңіздің колледжден бері құрбысымын және ол 6 жыл бұрын бір бала босанған. Оны өзіңіздің отбасылық дәрігерлеріңіз біледі деп барлық шындықты айтып салды. Серкат келіспейді. Сен тұзаққа түсіргің келіп тұр. Кет, тезірек шығып кет. Мен сені қаламаймын дейді. Әйеліне сұрайды. Әйелі не айтарын білмей, ақталуға да шамасы жетпей, көмейіне ащы өксік тығылып, жылап тастады. Енді қайттым, не істеймін? Барлығын біліп қойды дейді. Тіпті тастап кеткен қыздың аты Қадер екен. Қадердің әкесіне дейін біліп қойды. Енді мені кешірмейді. Енді не істеймін деп жылап кетті. Осы кезде түсінбейтінім, ақшасы бар. Қадер деген қыз мына жақта ең аянышты өмір сүреді. Білезіктер сатады екен. Бұны асырап алған адамдар қолына білезік беріп қойып, осыны тауысып сатпайынша үйге кірмейсің деген секілді көшеде жетім қалады. Ал мұнда Зейнеп деген гүл сатушы. Яғни бұл актрисаны бәріңіз танисыздар. Ләйла деген рөлмен Қазақстанға танымал болған өте сүйкімді қыз және өжет. Үнемі Қадерді бақылап, апа, осы қызық шынымен анасы жоқ дейм деп айтатын. Алайда мына жақта Қадердің әкесі кім екені артынан белгілі болады. Әзірге ол Қадердің әкесі Серкаттың әйелді шындықты білмеу үшін итеріп жібереді. Яғни бассейнге итеріп құлатып кетеді. Шындықты тезірек білуге үйге келген Серкат қатты ашумен әйелін дауыстап шақырады, бірақ таппайды. Содан кейін қоңырауына соққан кезде бассейнде жатады. Ал мұнда Қадерге ие бол. Неге қызы түн ішіне дейін білек сатуға мәжбүрсің? Мен сені бақылайтын органдарға звондаймын деп қорқытып кетеді өгей анасын Қадердің. Қадердің өгей әкесі, анасы, ата-анасы, сен бізге проблема тауып бердің. Екіншілі қайталайтын болсаң, мен сені аямаймын дейді. Қадер Алладан дұға тілейді. Анамды таба көр, мені жақсы өмірге апара көр дейді. Ал мұнда 6 жыл бұрынғы оқиға, яғни Қадерді туатын кезде бұл күйеуін алдап сулап, ақыры Америкаға қыздарымен жіберген екен. Қалған шындық 2-ші бөлімінде.